Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет қытырлап әрі өте дәмді болып шығатын хрустящий KFC-дің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап міндетті түрде жасап көріңіздер. Тауықтың кез келген етінен жасасаңыздар болады. Өте керемет қытырлап, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сатып алған KFC-іңізден дәмі артық болмаса, ешқандай да кем емес, өте керемет болып шығады. Ең алдымен ұнымызды еліктен өткізіп аламыз. Мен кішірек кесемен 1,5 кеседе ұн қостым. 1 немесе 2 кеседе ұнды қосып аламыз. Содан соң 1 чайный ложка тұз жетпесе соңына қарай тағы да қосатын боламыз. 1 чайный ложка тұз, содан соң 2-3 ас қасықтай паприка саламыз, және де қара бұрыш. Содан соң егерде ащы болғанын қаласаңыз, қызыл бұрыш салатын боламыз. Қыздар, егерде қаласаңыз, кез келген приправа түрін қолдансаңыздар да болады. Содан соң мен 2 жұмыртқа қостым, және де 2 кесені толтырып су құятын боламын. Осы массамызды жақсылап араластырып, оның іртік болып қалмауы қажет. Орташа сұйықтықта масса жасап алатын боламыз. Неге мен 2 кесе су құйдым, соның өзі жеткілікті болды. Неге қыздар, біздің массамыз осылайша ешқандай ұнның іртігі қалмауы қажет, түйіршіктері орташа сұйықтықта болады. Келесі кезекте өзіңізге ұнайтын кез келген тауықтың етін алсаңыздар болады. Мен мұнда балаларға да жеуге ыңғайлы болу үшін тауықтың төс етін қолдандым. Егерде қаласаңыз, қанаттарын да жасасаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Осылайша бөліктерге бөліп алдық. Содан соң неке орташа көлемде жіңішке ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және де тегін лайктарыңызды аямай басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Осылайша өзімізге қажетті мөлшерде тауықтың төс етін турап алдық. Келесі кезекте осы жаңағы сұйық массамызға салып, жақсылап араластырамыз, қыздар. Содан соң бетін жауып, міндетті түрде холодильникке кемінде 2 сағатқа қалдыратын боламыз. Одан ұзақ тұрса да дәмі сіңіп, өте керемет болып шығады. Келесі кезекте табамызға май құйып жақсылап қыздырып аламыз. Майды көбірек етіп құйсаңыздар жақсы болады. Және де мен 2 сағатқа ұстадым жаңағы тауықтың төс еттерін. Келесі кезекте ұн қажет болады. Жаңағы массамыздың ішінен тауықтың төс еттерін осылайша алып, ұнға аунатып, біртіндеп салып пісіріп алатын боламыз. Қатты қызып тұрған отта, қатты қызып тұрған майда 10 минуттай қуырып алатын боламыз. Егерде қаласаңыз, осы жаңағы майда ұзағырақ ұстасаңыздар, қатты қызартып пісірсеңіздер де болады, немесе сарғыш етіп те өздеріңіздің қалауыңызша пісіріп алсаңыздар болады, қыздар. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай біртіндеп ұнға салып, жақсылап ұнға аунатып, жаңағы майымыздың үстіне біртіндеп салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Осылайша барлық жаңағы дайындаған тауықтың төс етін біртіндеп кезекпен қуырып алатын боламыз. Қыздар, өте керемет болып шығады. Мінекей осымен біздің KFC-іміз дайын болды. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сатып алған KFC-іңізден артық болмаса ешқандай кем емес. Ащылығын да, дәмін де өзіңіздің қалауыңызбен өзгертіп жасасаңыздар болады. Балаңызды қуантып, арасында осылайда жасап беріңіздер. Қыздар, қытырлап, өте керемет дәмді болып шығады. Тауықтың кез келген етіне жасасаңыздар да болады, қыздар. Видеоның соңына дейін қарап, мені қолдағандарыңызға көп-көп рахмет.